Саламатсыздар ма, құрметті менің YouTube оқырмандарым және инста достарым. Мынау бүгін сіздерге құрақтан қалған қалдықтардан құрақ құрап сумка тігіп көрсетпекшімін. Сөмке тігіп көрсетпекшімін. Енді мына қазір 9-да 15 мына размеріміз. Соның осындай диагоналын шығарып, екі бұрышын қосып, содан қиып аламыз. Бұдан күлгіннен 4-еу, осындай тік 4 бұрыштан, көктен 4-еу аламын. Сосын солардың ортасының барлығын диагоналын шығарып, содан қырқып алып отырамын. Қазіргі кезде құрақ сөмкелер, ою сөмкелер жақсы үрдіске, дәстүрге айналып отыр ғой. Соған қарай мен де бір осыны ойлап шығарып, сіздерге көрсетейін деп отырмын. Тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне ортасынан бәрін қырқып шығамыз. 4 шаршыдан 8 шаршы, 2 түстен. Біреу күлгін болды, біреу көк болды. Міне енді осының күлгін түспен көк түсті біріктіріп орталарынан осы құсап тігіп шығамын. Мына қырыққан жерлерімнен мінекей. Қырыққан жерлерім тігіп отырамын. Барлығын тігіп шыққан кезде сегіз көз болады. Екі-екіден біріктіріп тігіп аламын. Енді мен тігіп алдым. Енді осының, міне тура осындай екі күлгінді ортасына келтіріп, және де ортасына тағы бір тігіс түсіремін қазір. Егер де тігетін болсаңыздар, менің айтқан жаңа размерімді жазып алып отырыңыздар. Мінекей мына ұқсап 4 көзді тігіп алдым мен енді қазір. Күлгінді ортасына келтіріп, 4 көзді тігіп алдым. Көз деп айтамыз ғой енді. Енді мінекей 9-да 9. Бұл шаршы. Бұл 9-да 9-дан мен 3 түстен кесіп алдым. Бірінші түстен 12 штук кесіп алам, күлгін түстен. Одан кейін қызыл түстен 8 кесіп аламын. Және көк түстен де мінекей кесіп дайындап алдым сіздердің алдарыңызда. Бұл 9-да 9 шаршыдан кесіп алынған қиындылар. Енді былайша айтқанда бұның бәрі құрақтан қалған кусок мата ғой енді. Содан мен өзімше мынандай қырқып, қазір сіздерге бір мынаны жаңа күлгіндердің ортасына келтіріп, мынандай тағы бір көз тігіп алдым. Мінекей мынандай тағы бір көз тігіп алдым. Жаңағы 4-еуі бөлек, мынау бөлек. Енді 5-те 5-тен сарыдан 4-еу, күлгіннен 4-еу кесіп алдым. 5-те 5 шаршыдан да 2 түстен. Міне олардың ортасын тігіп шығам қазір біріктіріп, бірақ диагоналынан қимаймын. Квадратты бір-біріне біріктіріп шығамын. Сары күлгін етіп. Енді
8-5, міне қараңыздар, 8-5 сантиметр күлгіннен 4-еу тағы кесіп алдым. Енді жаңағы тіккен 5-5 шаршым бар ғой, 2 түсті. Соның жәніне тігіп болғаннан кейін бір мынаны тігемін, мін. Мынаны тігемін, мін. Бесте 5, 8-де 5, ұмытып кетпеңіздер. Енді мынандай қызыл түстен 8-де 8 шаршы квадрат. Одан 4 үштігін тағы кесіп алдым. 8-де 8-ден. Мына жаңағы 4 көзім тұр. Бұны тігіп, біріктіріп тігіп қойдым. Енді осыны құрастырам, қазір қараңыздар. Міне жаңағы 9-да 9-дан қырқып алған шаршылардың біріктіргенім бар ғой, соны мына ұқсатып мінекей. Мынандай ортасына мындай тігіп шығам қазір. Сонда бұл тюльпанға ұқсайды. Мына құрақшы тюльпан мінекей. Міне 4 бұрышына осыны қойды, міне құрап. Мына бағана құрағандарым. Енді осылардың бәрін бір-біріне біріктіріп шығамыз. 4 бұрышында 4 тюльпан. Кәдімгі жауқазын дейміз ғой. Сондай не? Гүл ұқсап шығып тұр. Міне осыны құрастырдым. Мынадан бір тігіп алам. Мынадан тағы тігем көлденеңнен. Және бұлай қарай тағы тігіп шығам бәрін. Сонда бұл кәдімгі бір квадрат шығады, бұдан үлкен бір квадрат шығады. Қазір тігіп көрсетейін сіздерге. Мынаны тігуге апарамын. Бәрін дайындап алып. Мінекей тігіп алдым. Енді қараңыздар. Ортада жұлдызша, 4 шетінде 4 қызғалдақ тюльпан. Енді мына жерде мынандай размер. 38-де 14 мынаның ені. Осыдан 3-еу дайындап алдым, міне қараңыздар. 38 ұзындығы. Ал енді мен мына тігіп алған құрақтарым бар ғой. Сол құрақтарым 38-38 шықты. Сондықтан мен мынаны 38-де 14 қылып 3-еу кесіп алдым. Енді осыны қалай тігем қазір сіздерге көрсетем. Ортада құралған құрақтың 3 шетіне қойылады. Мынау жаңағы 38-де 14-ің 3 шетіне қойылады. Бір шетіне қойылмайды. Осы құрақтан мен 38-де 38 құрағын шаршыдан 2 тіктім ғой, 2 бетінде сумканың. Енді қазір көрсетем сіздерге. Мынау баулыққа дайындаған бұл 10-да 40 қып алдым. Міне қазір көрсетіп тұрмын, 10-да 40. Бұны қазір бүктеп, тігуін бәрін көрсетемін. Екі шетін шаршылап орта қарай әкелеміз. Сөйтіп соны тағы біріктіріп, міне қазір көрсетем. Бұл баулыққа, міне 10-да 40. Енді осының 10-да 40. Міне осыдан 2, бұл баулығы. Бұны да күлгін түстен алдым. Міне шетін 2 шаршылап 2 шетін әкелдім. Енді соны және біріктіріп, ұзына бойына тігіп өтемін. Бұл баулық, 2 баулығы сумканың. Мынаның бәрін қазір осылай 3 шетіне тігіп шығамын мына құрақтың.
Енді мынаған тігіп алдым. Енді сумкамның екінші бетінде құрағым бар ғой. Жаңа тюльпан құрақты. Енді осының мына бір шетіне тігілген жаңағы. Соған қарай тігемін. Мынаған тігем енді. Осыған жапсарлап. Көрдіңіз ба? Енді бұны тігіп жүрген адамдар түсінеді. Сумканың формасына келтіруіміз керек қой. Сумканың екінші бетін тігіп алдым. Енді астарын дайындауым керек. Міне бұны 38-де 38-і қырқып алдым. Мінекей екі бетіне, сумканың ішкі астарының екі бетіне 38-де 38 шаршы қырқып алдым. Міне қараңыздар. Енді тура бағанағыдай 14-те 38 мынау размері мына қазір. Бұдан үшеуі қырқып алдым. Мынадан үшеуі қырқып алдым. 14-те 38. Біреу, екеу. Мінекей үшеу. Бұны да тура сондай қып бір үлкен шаршының үш шетіне қойып аламын. Солай тігіледі мынау. Міне осылай тігіледі. Мынау екінші беті мынаның бір шетіне тігіледі. Міне тура осылай тігіледі мыналар. Мына бұрышпен ол тігіліп болғаннан кейін мына екі бұрыш бір-біріне тігіледі. Мына екі бұрыш мына екі бұрыш жаңағы мына бұрыш екеуі бір-біріне тігіледі. Бәрі тігіліп болғаннан кейін. Сосын барып бұл бүктеледі ғой. Сосын мына шетіме мінекей мына шеті мынаның шетіне келіп тігіледі. Мынаның шетіне келіп тігіледі. Сонда кәдімгі сумканың формасы шығады. Енді айтып отырмын, оны тігіп жүрген адамдар біледі. Міне мен тігіп мынау сыртқы бөлігі мінекей баулығында тіктім сумканың. Мынау ішкі бөлігі. Қазір енді осыны қалай бір-біріне тігем, соны көрсетем сіздерге. Екеуін де теріс қаратып аламыз қазір. Сыртын теріс қаратып алдым. Енді ішін теріс қаратамын қазір.
сыртындағысын теріс қаратамын. Ішіндегісін оң қаратамын. Енді осы екеуін бір-біріне қаптаймыз. Мына осы жерде қазір мұқият қараңыздар. Размерлерін бірдей қиылғаннан кейін бірдей шығады. Енді осыны бір тігістен, шетінде бір тігістен айландырып келіп тігіп келемін. Сол осы жерді ғана ашық қалдырамын. Мына осы жәніндегі шетті ғана ашық қалдырамын, себебі айландырып алуым керек та. Басқа жағын бәрін бірдей қылып екеуін тігіп шығамын. Баулық ішінде қалды. Мінекей енді тігіп болдым. Сосын сыртынан да бір жүргізіп тігіп аламыз ернеуін. Міне сумка мынандай болып шықты. Кәдімгі базарға киім-кешек әкелгенге ұстайтын пакет орнына ұстауға болады. Кең, ішіне сыйымды барлығы.